Асыл тұқымның бәрін неге шетелден аламыз? Әберхан сияқты аттарды осы жерден өсірсек шығарсақ. Сонда бізде мықты айғыр жоқ па? Біздің елімізде ат өсірудің мәдениетін үйренсе елдер. Жақсы жаңалығымыз бар. Бірінші қаңтардан бастап осы ипподромға қол жеткіздік. Сендер мынау атпен бірге туған кентавр сияқтысыңдар дейді. Ер жігіт қызыққан нәрсесіне алмай қоймайды бәрібір. Жүлде қоры 150 миллион биыл. Дұрыс сұрақ қойып жатсың да? Неге Бауыржанның ізбасарлары Қазақстанда жоқ деп? Бұл ұлттық спорт қауымдастығының YouTube арнасы. Алдымен арнамызға тіркеліңіздер және қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Және де дәл бүгінгі сұхбатпен бөлісіңіздер, таратыңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Ал бүгін бізде қонақта Қазақ жокей клубының төрағасы Мақсат Ахаев мырза. Ассалаумағалейкум аға. Уалейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Жақсы бәрі. Мал жаныңыз аман ба? Аман есен, жақсы. Жақсы. Жокей деген сөз бұрыннан бар. Клубта соңғы 3 жылдан бері қарқынды жұмыс істеп келеді. Жалпы клубтың, жокей клубының аяқ алысы қандай? Енді жокей клуб деген бұл бүкіл дүние жүзіндегі әр мемлекеттің ерікті атбегілердің құрған ұйымдары. Ол жер шарының түкпір-түкпірінде барлық жерде жокей клуб тек қана. Халықаралық жокей клуб деген бар. Оның негізгі міндеті аттың төңірегіндегі барлық жылқы өсірудің төңірегіндегі барлық мамандардың қызметтерін және соларды дәріптеу, үйрету, олардың жарысты ұйымдастыру, әділ де тәртіпті жарыстарды ұйымдастыру болып табылады жокей клубтың жұмысы. Негізі жокей деген сөз ол шабандоз деген сөз. Көп адамдар ойлайды бұл шабандоздардың тек қана жокейлердің клубы ма деп. Ол өзі халықаралық термин болғаннан кейін сондай аталып кеткен, бірақ негізі бұл атбегілердің ерікті қоғамы. Клубта қанша мүше бар? Біздің клубымызда қазір 60-ға жуық мүшеміз бар. Оның ішінде белсенді емесі бар, дауысы бар, дауысы жоқ деген мүшелері бар. Жыл сайынғы төлейтін жарнасы бар оның. Соның арқасында сол жокей клубта қызмет істеп жатқан адамдардың біз айлығын төлеп отырмыз, басқа да әр іс-шараларға солардың түскен жарнасынан төлеп отырмыз. Енді жокей клубы бәйге маусымын қашан бастайды және бәйгелердің жүлде қоры қанша болады? Енді биылғы маусым 1 май айынан басталады, мамырдың 1-нен октябрьдің 5-не дейін болады. Бір 15-17 күн сол жарыстар ұйымдастырамыз дейміз. Bir күнде 7-8-ге дейін жарыстар болады, бәйгелер болады. Жүлде қоры? Жүлде қоры 150 миллион биыл. Айтып отырмыз, 150 миллион теңге деп. Жалпы әлі де демеушілерден қосылатындары бар сияқты. Енді бұл жерде бұл да бір үлкен жұмыс. Демеушілермен жұмыс жасау. Жалпы осындай бәйгелерде кейбір сәйгүліктердің иелері жылқыға допинг егет деген әңгімелер шығады. Допингке тексересіздер ме? Талабы қандай? Ол халықаралық жокей клубтың өзі бірінші требованиясы сол. Талабы? Бірінші талабы сол. Онсыз болмайды. Кез келген аттың допингпен шапқан атпен допингсіз аттың анық потенциалын ешкім анықтап айта алмайды ғой. Сондықтан допинг деген нәрсені бізде өте қатал қараймыз оған. Бәйге басталмас бұрын алдын ала допингке қарсы сынамалар, қан анализ. Бәйге басталмас бұрын бәйге өткеннен кейін де бірінші, екінші, үшінші келген аттардан пробасын алып, 2 проба алынады. Бірөөсі өзімізде қалады, бірөөсі Чехияға жіберіледі. Оның ішінде жарыс басталардың алдында, маусым басталардың алдында біз барлық жарысқа қатысушылардың бәріне қолдарына қолхат береміз. Мынандай келісесіңдер, осы ережеге сай шабамыз. Және бұл ережедегі запрет берілген заттардың ешқайсысын қолданбауға уәде береміз деп бәрінен қол қойып аламыз. Егер допингпен ұсталса, онда ол жаттықтырушы полностью лицензиясынан ажырайды. Ұсталғандар болды ма? Ұсталғандар болған жоқ, бірақ оның алдыңғы жылдары болған допингпен ұсталғандар. Көрші Ресей елінде көп болды ондайлар. Енді Қазақтан шыққан тұңғыш жокей деп біз Бауыржан бауырымызды айтамыз. Бауыржан қазір
Европада, әсіресе Жапонияда танымал спортшылардың бірі. Иә. Осы Бауыржанның ізбасарлары қашан шығады? Біріншіден Бауыржанның ізбасарлары болу үшін Иә. біздің елімізде классикалық ұшқыр бәйге болу керек. Бауыржан қай спортта жүр қазір? Классикалық ұшқыр бәйгеде жүрген адам. Ол өзінің еңбегінің, өзінің табандылығының арқасында 2 жыл тіл үйреніп, одан кейін барып атқа отырып, одан кейін бәленбай жыл жаңағы жокейдің лицензиясын алғаннан кейін, содан кейін барып өзін Бауыржан қылған адам. Ол өзін өзі соққан адам. Ондай болу үшін біздің жастарымыз көп қой. Ұлттық бәйгеде жүр көбісі. Біздің жаңағы классикалық бәйгеде жүр. Біздің негізі бір қызық нәрсе бар. Шетелдіктер бізден ылғи жаңағы сұрайды. Қалай деуші еді, рекрутинг компаниялар қазақ балаларын сұрайды ылғи жокейлікке. Біз енді басқа ұлттарды айтсақ, қаламайды да. Сендер атпен бірге туған кентавр сияқтысыңдар дейді. Өте сұраныс көп. Қазірге дейін бар ма? Қазірге дейін сондай. Тауып бере алып жатырмыз ба? Тауып бергенде біз енді айтып жатырмыз. Көбісі алғашқы барған кезде, шетелге барған кезде, 3-5 мың евро ол ай сайын сондай демеушілер табылу керек оған, ай сайын төлеп тұратын. Себебі бара салып бірден специалист болмайды ғой, бірден маман болмайды, үйренеді. Ал үйренгеннен кейін ол уже өзін өзі асырайтындай жағдайға келгеннен кейін ары қарай уже кетіп қалады. Сондықтан минимум 1 жыл бойы сол қаржысын төлеп тұратындар болу керек. Егер біз шынымен де сондай Бауыржанның деңгейіндегі жокейлер шығарамыз десек. Бауыржан бірінші өзін Қазақстанда дәлелдеді, содан кейін өз еркімен кетті оқуға. Өз еркімен кетті, иә, өз еркімен сол жақта боқтасыды әдегенде. Аттың астын тазалады. Сөйтіп жүріп, тіл үйренді, Чехияда жүріп, содан кейін барып, жаңа экзамендерін тапсырып, содан кейін барып өтті жокейлікке. Ол неше жасқа дейін шабуылы мүмкін? Енді қазір Бауыржанның жасы 31-де, әлі де енді 60 жастағы жокейлер бар қазір арамызда. 60-қа. Мына ең соңғы Жан-Фрэнки Деттери деген ең атақты жокей, сол қазір 63-ге келіп қалды. Бауыржанды миллионер деп айтуымызға болады ма? Әрине болады, иә. Ондай сұранысқа ие адам ғой. Оның әрбір қадамы, әрбір жүрген жаңағы бәйге қатысатын жаңағы расписаниесінің барлығын оның жеке менеджері жазып отырады. Билетін алып қояды алдын ала. Пойызға, самолетке, басқаға мына қалада бүгін шапса, ертең ана қалада, одан кейін ана үшін қай жерде қанша бәйге бар, соның бәрін ол үлгеру. Ал бізде Бауыржанның жүрген жолын, жеңісті жолын қайталай алатын кім бар шабандозда? Көбісі Хамза дейді. Енді Хамза ұлттық бәйгедегі бала. Енді оған әлі ерте. Ұшқыр бәйгеге 6 жастағы бала ғой. Ұшқыр бәйге мен ұлттық бәйгенің екеуінің посадкасы екі түрлі нәрсе да. Глубокая посадка и высокая посадка деген. Ол ғылым. Оған бір минимум 3 жыл үйрену керек. Минимум 3 жыл атқа отырып дұрыс үйрену керек. Соңын аттың жағдайын түсіну керек адам деген. Ол біздерде айтамыз ғой жаңа, әрбір мықты жокейлер аттың үстінде шауып кетіп баратқан кезде, ол әрбір 500 метрді қанша секундта өтіп барады автоматически біледі. Оған көп тәжірибе керек. Ал 2000 метрді жаңағыдай бәйгеде шауып жүрген бала қазір келіп отырса, ол әлі сезбейді ол көп нәрсені. Ол білмейді да секундтардың не екенін. Ұзақ қашықтықпен бұл қысқа қашықтықтың несі өнері екі түрлі нәрсе. И мәдениет те әртүрлі нәрсе. Көп адамдар ойлайды, мынау тыз етіп шықты да бітті финишқа келді деп. Ол ондай емес шынында. Бұл әрбір жаңағы, егер алғашқы 500 метрді қатты жүріп қойса, ол соңғы финиште ешқашан жете алмайды. Соңында қалып кетуі мүмкін. Аттың жағдайын білу керек бірінші. Үстінде атты сезу керек та. Содан кейін әрбір 500 метрді, 1000 метрді бұл аттың шамасына қарай бөліп тастау керек қой. Сондай способность болу керек та жокейде. Қабілет болу керек. Жокейді таңдау қандай критерийлер бойынша іріктеледі? Олар салмақ қоспау керек. Жалпы жокей болу үшін адамның физиологиялық бірінші несіне қарайды. Физиологиясына да. Бір адамдар бар, орта бойлы, өте биік емес, шымыр денелі. Содан кейін ешқандай ауруы жоқ, өкпе аурулары жоқ, болмаса жаңа психический аурулары жоқ. Содан өте сабырлы, сондайларды қалайды барлығы. Солардан бірдеңе шығады. Ал енді болашақта үлкен болып өсіп кететіндер, олар жақсы жокей болуы мүмкін, бірақ ол уақытша да, бәрі кейін салмақ қосқаннан кейін ол уже атқа отыра алмай қалады. Салмақ ұстап тұру 54 килограммға дейін, 56 килограммға. Салмақ ұстау өте қиын. Сіз өзіңіз байқасаңыз, мына көп спортта, бокс, борьбада, күресте 51 килограммнан бастаған жігіттер кейін 63-69-да бітіріп жатады карьерасын.
оларды салмағын ұстай алмайды, ылғи қосып отырады да салмақтарды. Енді ол физиология, ол өсіп бақ керек. Салмақ ұстау жакейлерге өте оңайға соқпайды. Содан кейін жакейдің жұмысы негізі өте ауыр жұмыс. Ол бір ылғи аптасына бір рет кросс жүгіреді, күніге тренировка жасайды, жаттығу жасайды. Сонда ғана ол жакей бола алады. Оның өзінде жаңа атқа да отырып үлгеру керек арасында. Және жаңағыдай өзінің денесінің бір қалыпты жағдай сақтау керек ылғи. Оңай емес салмақ ұстау деген. Ал Қазақстанда жакейлер мектебі қашан қалыптасады? Ол үшін істеу керек. Қандай жобаларды қолға алдыңыздар? Біз енді Құдай қаласа жасап жатырмыз қазір. Әртүрлі осы дүние жүзінде кішкене айтатыны бар адамдарды шақырып осында Алматыға өзіміздің қолдағы бар жакейлерді үйретіп жатырмыз. Жеке лекция оқып жатырмыз әрқайсысына. Қай жақтан шақырдыңыздар? Біз осы соңғы шақырғанымыз Ирландиядан шақырып жатырмыз. Ирландиядан Стив деген үлкен кісі, ол пенсиядағы адам. Енді оның ұтпаған бәйгесі жоқ, көп ұлы бәйгелерді ұтқан адам, соны шақырып биыл жүргіземіз. Болашақта осы Бауыржан Мырзабаевтың өзімен келісіп қойғанбыз. Соның атында жакейлер мектебін Қазақстанда тұңғыш ашпақ ойымыз бар. Қашан, Алматыда ма? Алматыда ашылады, осы ипподромда ашылады. Қазір енді бұл өзі мектеп ашу үшін де оған кез келген мектепте бір құрал жабдықтар болу керек қой. Жаңағыдай искусственный ат, жаңағыдай үстінде соған қасында тұрып үйретіп, міне былай отырады, былай шабады, былай талшоқ береді деген нәрсе. Біздің ондай құралды жабдықтарымыз жоқ. Оның өзі біреусінің өзі 50 мың евро тұрады примерно. 25 мың евро ең арзандары. Содан кейін әртүрлі тренажерка болу керек. Енді қалған майда шүйдесін айтпағанда, тақта, сызу, оның бәрі белгілі нәрсе. Одан қолымыз жететін нәрсенің бәрін дайындап қойдық. Ал енді тағы да алатын құрал жабдықтарымыз әлі толық алған жоқпыз. Оның барлығы осы жакей клубтың мүшелерінің қолдауымен алынатын нәрсе. Бауыржан Мырзабаевтың өзі де шеберлік дәрістерін өткізеді ғой. Ол өзі келіп өткізеді. Өзі уәде беріп отыр. Шамамен қашан ашылады мектеп? Уақытысы? Біз енді уақытымыз осы күз айларынан бастап, осы жаздың соңынан, күздің сентябрь айларынан бастап уже ашамыз. Жакейлер іріктеледі. Талабы қандай? Енді оған әркім кім қалайды жакей болғысы келеді. Бәрі келеді. Ақылы ма? Ол тегін болады. Оған енді бір вступительный взнос бірдеңе болу керек. Жас ерекшелігіне қарамайды. 16 жастан жоғары. Ақыл есі толық. Атқа деген құлқы бар. Сондай бір қалай бір құштарлығы бар балаларды ғана жакей бола алады. Ешкімді зорлап жакей қыла алмайсың ғой. Өзі сондай бар өз қазақтардың ішінде. Дұрыс сұрақ қойып жатсың да, неге Бауыржанның ізбасарлары Қазақстанда жоқ деп? Ол үшін Қазақстанда классикалық бәйге жүлдеқор өте жоғары болу керек. Жакейлер өзі алатындары 5%. Ұтқан ұтыстың 5%-ін жакей алады, 15%-ін жаттықтырушы алады. Егер ол 5% бір орта ұтқанның өзінде орта есеппен бір 500 мыңнан 1 миллионға дейін ұтып жүретін болса, әрине ол жакей болғысы келетіндер көбейеді. Сөздің қысқасы сол да. Ол үшін жүлде қорымызды үлкейтуіміз керек. Қаншаға дейін? Енді ол тағы да мынандай нәрсе. Мысалға 2000 метрге. Енді қараңыз, шұқыр бәйге. Біз былтыр жылдары шамамыз болып тұрып, бірақ жүлде қорын көбейтпедік әдейілеп. Неге? Ол да азғантай атқа сонша жүлде қорын көбейтіп қойсаң, мынау кішкене оның дәмділігі болмай қалады да. Ол әр нәрсенің өзінің бір жақсы бәсекелес болу керек, жақсы аттың саны көп болу керек. Сонда енді былтыр 100 миллион болған, биыл 150 миллион болу керек. Келесі жыл. Негізі ол аттың санына байланысты. Бір ипподромда, бір маусымда жақсы жарысты өткізу үшін қызықты, тартымды, сонда арасында жакейлер күніге бір минимум 4 рет шығатындай болатын жағдай болса, олар мысалы бір атқа шауып келді, келесі атқа жарты сағаттан ауысып екінші атқа отырады ғой. Күніге егер бір 3-4 скачкадан отыратын болса жакейлер, олардың біліктілігі арта береді, сапасы арта береді. Сондықтан оған аттың санына байланысты. Біз аттың бәрін, асыл тұқымның бәрін неге шетелден аламыз? Неге осындай бәйгелерге осы қазақтың жерінен шыққан сәйгүліктер қатыспайды? Бәріміз ағылшынның асыл тұқымды пәленбай мың доллар тұратын атына қызығамыз. Жоқ, мен оны айтайын тағы да. Жалпы біздің елімізге ары кетсе бір 50 мың доллардың төңірегінен артық ат келмейді.
мен көрген де жоқпын 50 мыңнан артық ақшаға ат алып келгендерді. Енді болды алдыңғы жылдары бір жылдары. Бірақ олардың өзі жаңағыдай сол ақшаға тұратын аттар емес еді. Ол бір қолдан бірден ол кезде елдердің опыты жоқ, аукционға қатыспайтын, тікелей алатын сондайлар болды арасында. Ал енді біздің де арманымыз, ойымыз Қазақстанның жокей клубының. Біздің жылқыларымыз Қазақстанда өзі 4 миллион жылқы бар, 3 миллион 800. Аз ба, көп пе? Өте көп. Өте көп, бірақ өте сапасы жоқ ешқайсының. Ет пен сүт. Ет пен сүт тек қана. Сөйтіп қараймыз ғой жылқыға. Иә, сөйтіп қарайды. Ал енді егер біздің елімізде регулярный бәйгелер болып тұратын болса, тұрақты түрде аттар сыналатын болса, онда таза қанды атқа сұраныс көбейер еді біздің елімізде. Біз енді сол былтырды 60-та 40% қылғанбыз. 40% Қазақстанда туылған қолтумалардың бәйгесі еді. Биыл соны 50%-ке көбейттік. Шетелден келді ме? Жоқ, Қазақстаннан келді ме? Екеуінің жүлде қоры бірдей қазір, биылдан бастап. Болашақта оны тағы да көбейтпекшіміз. Қазақстанда туылған аттардың маңызын көтеру үшін. Бізден туған аттар ертең экспорттың товар болу үшін. Енді өмір бақи алып келе бермейміз ғой шетелден. Шетелдің экономикасына жұмыс істей беруімізге болмайды ғой. Осынша ұлан байтақ жерімізбен, осынша арзан жемімізбен, білмеймін енді бізге үлкен күнә қазақтарға. Егер біздің атымыз экспортный болмаса, экспортный товар болып, еліміздің экономикасына үлес қоспайтын болса, ол аттың не пайдасы бар? Ішіп жегеннен басқа. Осы нәрсені кішкене түсінуіміз керек та. Біздің ойымыз да, арманымыз да сол. Қазақстанның аты экспортный болу керек. Экспортный болу үшін біріншіден жаңағы паспорты болу керек бәрінің, екіншіден тұрақты түрде бәйге ұйымдастырып тұру керек оларға. Сонда оларға сұраныс пайда болады. Қазақстанда туылғандарға. Неге паспорт алмайды? Паспорт енді 45 мың теңге қылып жатырмыз. Жаңағы бір кездері аттар алып келген жылқылар, паспортын жоғалтқан, өзі таза қанды жылқы, бірақ паспорты жоқ, жоғалған. Одан туған жылқы да уже таза қанды есептелмейді. Сонда бәйгеге қатысып жүрген таза қанды қазақ аттары аз. Қазақ аттары аз, иә. Көбісі қайдан келеді? Барлығы шетелден келеді. Қолтумалар бар әрине өзімізде. Қазақстан туылатқан енді англа-араб деген бар, англа-текен деген бар, болмаса араба-текен, англа-қазақы деген аттар бар. Бірақ енді олардың сапасы бәрібір мынау таза қанды ағылшын атына жете бермейді. Сұраныста солар. Иә, сұраныста солар. Таза қанды ағылшын аттары бәрі болашақта солар жаңағы улучшатель породы дейді ғой. Бәрібір қай жылқыға қоссаң да ағылшын жылқысы көтеріп жібереді. Сондықтан ағылшын жылқысының енді дүние жүзі мойындап отыр ғой, жалғыз қазақ емес. Бүкіл жер шарында ағылшын жылқысынан жүйрік жылқы жоқ деп есептейді. Әрине бар, ақалтекенің жарысы бар, арабтың жарысы бар. Енді ондайлар біздің елімізде өте аз. Ақалтеке ұстайтындар, араб ұстайтындар. Оның да жарысын ұйымдастырғымыз келеді өзімізде. Олар бөлек шабады. Ағылшындармен қосылып шаппайды ешқашан. Ал бізде шетелдегідей осындай асыл тұқымды қазанаттарды аукциондан неге сатып ала алмаймыз? Ол мәдениет қашан қалыптасады? Аукцион жасамаймыз дейсіз ғой Қазақстанда. Ол аукцион жасау үшін біздің елімізде шетелде аукционный дома деген бар да. Аукцион жасайтын жерлер. Ол жерде жаңағы временный денниктер тұр. Бір келген кезде 200 атқа денник болу керек. Бір күнде мысалы 200 ат сатылатын болса 200 ат тұратын жер керек та. Содан кейін бәрінің уақытысымен жазып, сағат 10-да мынау сатылды, 10:30-да мынау. Әр жылқыға бір уақыт бөлінеді, бір минуттар бөлінеді. Сөйтіп сондай болу керек. Біздің елімізде Қазақстанда ондай жер жоқ, аукцион жасайтын жер. Жаңғыз кішкене сәйкес келетін жер осы ипподром. Бірақ бұл жерде қазір 240-250 жарысқа қатысатын аттар келіп тұр. Бұл маусым бойы бұлар бұл жерден кетпейді. Октябрь айына дейін, қазан айына дейін бұлар да осы жерде тұрады. Одан кейін келесі жылға аукцион жасауға болады. Бірақ ол үшін бәрінің паспорты болу керек. ДНК жаңағы сараптамасы толық қамтамасыз етілген. Себебі ДНК-сыз ат, паспортсыз ат, ол айтып тұрмын ғой, жабы ат болып саналады да. Ешқандай ол 100 жерден түрі таза қанды ағылшын болғанымен, ол документі жоқ болғаннан кейін оның ешқандай статусы жоқ та. Сіз жаңа ипподром деп қалдыңыз. Мына ипподромға қатысты талай дау болғанын білеміз. Соттастыңыздар. Кезінде бәрі басыбайлы сатылып кетті. Кімдердің сатып алғанын да айтып жатыр ел. Қазіргі жай күйі қандай? Жоспар қандай? Биыл енді біздің жақсы жаңалығымыз бар. 1 қаңтардан бастап осы ипподромға қол жеткіздік. Өзіміздің осы атбек азаматтар бірігіп осы ипподромды
алдық. Енді бір қалада бірнеше ипподром болған жақсы ғой әрине. Ол да аттың санына қарай да. Ат егер көп болатын болса, көп саналатын болса, онда ипподромда көп керек болады. Бұрын бұл жерде өңшең прокат аттар болатын. Прокат деген жаңа адамдарды үйретеді, кішкентай балаларды үйретеді, басқасы. Соң олар қыс кезінде, маусым кезінде келеді да, бәйгеге қосылатын аттар. Қыс кезінде барлығы өздерінің жеке шаруаларына кетіп қалады, шаруашылықтарына. Сол кезде мынау прокат аттары бәрін иемденіп алатын да, келесі жыл деген кезде ешкімге бермей қоятын орын. Соны биыл үлкен бір енді шум, дау-дамай болды. Прокаттың аттарының бәрін ана шетке қарай шығардық. Ипподром шетіне, міне сендерге, пожалуйста, адам үйретесіңдер ма? Міне алға, істеңдер. Бірақ ипподром деген нәрсе таза атты сынайтын орын. Ипподромда шабатын аттар ғана тұру керек. Ол дүние жүзінде сондай, тәртіп сондай. Прокаттың аттары тұрмау керек ипподромда. Сөйтіп, сондай тәртіп жасап, қазір тәртіпке келтіріп, 200-ден 240-тан аса ат қазір келді, бүкіл Қазақстаннан. Былтыр 8 облыс қатысқан Қазақстанның, биыл енді 12 облыс анық қатысайын деп отыр. Барлық облыстарда бізде ат сүйер адамдар бар. Бірақ барлығының шабатын жері жоқ та. Жаңғыз кішкене икемге келетін, кішкене жобаға келетін осы Алматы ипподромы ғана. Енді салынып жатыр, Астанадағы ипподромды реконструкция қойып жатыр қазір. Үлкен жұмыс, жаңа көшпенділер ойынына қарсаңында. Енді ол да болашақта, ол жақта ашылып жатса жақсы болар еді. Еліміздің солтүстік бағытында ол жақтың аттары да бөлек шабу керек. Бұл жақтың аттары бөлек шабу керек. Кейін болашақта барлығы бір жерде кездесу керек. Сондай болу керек та өз тәртібі бойынша. Содан кейін жокей клубтың өзінің, халықаралық жокей клубтың өзінің нелері бар, талаптары бар. Бізге бір 80-ге жуық талаптар қойып кетті. Егер соның бәрін орындасаңдар, біз сіздерді қабылдаймыз. Халықаралық жокей клубтың қатарына қабылдаймыз деп кеткен. Соны өткенде Пол Хан деген президенті келді біздің елімізге. Келіп жағдайымызды көрді, барлығын таныстырдық, бар шынымызды айттық. Осындай, мынандай қиыншылықтар болып жатыр, мынандай болып жатыр. Істеп жатқан тірліктеріміз мынау деп. Сонымен ол бір оң баға беріп кетті. Сіздер бәрін негізі дұрыс істеп келе жатыр екенсіздер. Енді жаз айында, июнь айында бізді сол Данияға, Копенгагенге, жаңағы дүниежүзілік жокей клубтың жиналысына шақырып, біз сол жақта баяндама жасайтын боламыз биыл. Осы июнь айында. Тамаша. Жалпы бізде бәйге көру, бәйгеге сәйгүлік қосу мәдениеті қалай жалпы? Өйткені халық арасында бұл бәйгеге ат қосу, бұл байлардың ісі, байлардың хобби деп жатады. Біз жалпы осы бәйгені креативті индустрия ретінде шетелге таныстыра, сата алдық па? Жоқ, біздің аттарымыз әлі шетелге сатылған жоқ. Жалпы бәйге, енді ұлттық өнерімізді, спортымызды. Біздің ұлттық бәйге деген бар. Ұлттық бәйгені бізде қазақтар ғана шабады. Және оны моңғолдар шабады, қырғыздар шабады, басқа қалмақтар шабады. Кейін кездері Чечняда шауып жатыр, Ресейдің кейбір аумақтарында. Ал жалпы, егер біз шынымен де менің өзім пайымдауым, ойым мынандай. Біз егер шетелге ат шығарғымыз келсе, ол бүкіл шетелде шабатын аттардың бәйгесін, ережесімен солардың бәйгесін жасауымыз керек. Сонда ғана біздің аттар экспорттық бола алады. Түсіндіре алдым ба? Осы классикалық жарыс болу үшін соның төңірегінде оған бір мемлекет тарапынан қолдау болу керек. Мемлекетте қарау керек та, түсіну керек. Бұл салада мынанша адам бар екен ғой, мынанша мың адам бар екен ғой, мынанша мың біздің елімізде паспорты бар жылқылар бар екен ғой. Және бұл жылқыларды ертең шетелге сататын болса, біздің мемлекетімізге мынандай табыс келеді екен ғой деген ой болу керек та. Сол түсінікті біз жеткізе алмай жатырмыз әлі. Негізі бұның барлығы ауыл шаруашылық министрлігімен келісіп істелетін нәрсе ғой барлығы. Бізде бәйге индустриясы әлі жолға қойылған жоқ. Әлі сол жолда келе жатырмыз әлі. Бізбен қатар бастаған, осыдан 30 жыл бұрын бастаған Жапония елі. Қазір дүние жүзінде ең мықты аттар сол Японияда қазір. Біз сонда дұрыс жолға кетпеген екенбіз ол баста. Ал алғашқы ат? Содан кейін мынаны қараңыз, бір қымнандай тағы да үлкен айта кететін нәрсе да. Мен жүрген жерімде ылғи айтып жүремін. Кішкентай Францияның ауыл селоларында ипподром бар. Біздің ипподромымыздан әдемі. Кішкентай Францияның өзінде 100-ден аса ипподром бар. Турцияның өзінде 22 ипподром бар.
біздің бүкіл Қазақстанда 2 ипподром бар. Иә, біреу Алматыда, екіншісі Астанада. Біреусі Астанада, иә. Оның өзі Астанада өмір ат шаппайды. Бір экспо болған кезде шабады, болмаса енді тағы мына көшпенділер кезінде шабады. Бұл енді былай қарасаңыз абсурд нәрсе ғой. Ұлы көшпенділер мемлекетінде, көшпенділер атты ең алғашқы үйреткен қазақ елінде ипподром жоқ. Мына Қырғыздың ипподромы бар. Қырғызда тағы да екінші ипподром салайын деп жатыр қазір. Біздің елімізде ондай жоқ. Ол қалай болады? Ипподром болмаса, ең бірінші инфраструктура болу керек та. Одан кейін ары қарай қалған нәрсенің бәрі жүре түзеледі. Негізі бәрі сұранысқа байланысты ғой. Адамдар таза жылқымен айналысқысы келсе, ол сол жылқыны іздейді. Оны іздейтін болса, ол қайда барады? Ол ипподромға барады. Болмаса ипподромның жаңағы результаттарынан қарайды, қандай жылқы қалай шауыпты. Сөйтіп, ол жерде аукцион болып жатса, аукционнан келіп алады. Болмаса частном порядке алатса, ол оны да өзі біледі. Ал енді бәйгеге ат қосу. Біз жалпы мәдениетін өсіргіміз келеді да. Мәдениетін. Біздің мақсатымыз сол өзі. Алдыңғы қатарлы елдердің қатарына барып қосылу. Иә, кеше мысалға Кәбір хан шапқан кезде Қазақстанның бүкіл халқы, Ресей, ТМД, әлем, тақымын қысып тікелей эфирден қарады. Бір индустрия үлкен. Жаңағы тікелей эфирдің лицензияларын сатты, экономикаға қанша пайда. Біз осындай Дубай сияқты дүбірлетіп өткізе аламыз ба? Солға айтып тұрған креативті индустрия, біз бәйгемізді мәдениет, спорт ретінде сата білуіміз керек, пайда табу керек, экономика. Біздің елімізге шетелдіктер келіп шабу керек та. Біздің аттарымызбен шабу керек. Ол үшін не істеуіміз керек? Ол үшін жарыс ұйымдастыруымыз керек. Ол жарысқа қызықты болу үшін не істеу керек? Оның жүлдеқор өте жаңағы Дубайдағы сияқты болу керек та. Сонда келеді та. И туристер де келеді, басқалар да келеді. Сонда біздің атымыз да сатылады, басқасы да болады. Айтып отырмын ғой, сұраныс болса, онда жаңағы сатып алушылар да пайда болады. Егер сұраныс жоқ болса, біздің елімізде онымен ешкім айналыспаса, ол кімге керек ол? Сөздің қысқасы. Енді қараңыз, біз енді қазақ жылқыға мінсең көлік, жесең ет деген көзқараспен қарайтынымыз жасырын емес. Жаңа бір сұрағыма жауап бермедіңіз. Бәйге ұйымдастыру, бәйгеге ат қосу, ол шылқыған байлардың хобби, келісесіз бе? Енді мен оған келісе бермеймін. Себебі бізде ауыл тұрғындары да бар, 1-2 ат ұстайтын. Соны кәсіп қылып, сонымен жетістікке жетіп жүрген адамдар да бар. Енді егер біздің осы индустрияда атты шабыс егер зор жүлдеқор үлкен болатын болса, онда атты ұстау да арзанға түсіреді ғой. Жүлдеқор қанша болу керек? Енді минимум бір бәйгеде 10 миллион болу керек. Негізгі шетелдік бәйгелерде $87,000 ең төмен жүлдеқоры, бір скачкадағы 87 мың. Бірақ бәйге беретін нәрсе $87,000. Сонда бірінші келген атта өзінің жүлдесін алады ғой барлығы. Сонда біздің елімізде жем өзі арзаншы басқаларға қарағанда. Шөп ол да арзан. Енді сондай біздің әлеуметтік жағдайымыз көтерілу керек та. Біздің халықтың да егер айтып отырмын ғой, айлығы көп болса, онда ол жақсы аталады да, қымбат аталады. Егер табысы көп болса, табысы жоқ болса, ол қандай аталады? Ол бар шетелден арзан аталады. 1000-2000 төңірегінде. Бұл алуға болады. 1000-2000 евроға да алуға болады. 100 миллионға да алуға болады евроға. Мына кеше ғана Wings деген байталдың, Австралияның байталының баласы, содан туған. $10 миллион кетті. 3 миллиард теңге ме? Примерно сондай. $10 миллион кетті. Құлын. Аукционда сондай бағаға сатылды. Біз неге өз құлындарымызды сатпаймыз? Соған келеміз бе? Біздің құлын ондай болу үшін, оның шешесі осы жерде ипподромда сонда үлкен жетістікке жету керек. Оның шешесі минимум $1 миллион тұру керек та. Біз өзіміздің Кәбір хандарымыз қашан шығады? Енді Кәбір ханның әлі аттың негізі 2 карьера бар. Екі өзінің несі бар. Біреусі жарыс жолында, екіншісі кейін айғырлыққа кеткеннен кейін, болмаса бие болғаннан кейін. Егер ол айғыр өте жақсы шауып, бірақ құлындары ертең шаппай жатса, оның бағасы төмендеп кетеді. Егер орта шауып, балалар жақсы шабатын болса, оның айғырдың бағасы, случкасы қымбаттай береді. Тоқтату бағасы да. Бие де тура сондай. Ол бір керемет бие болуы мүмкін, керемет бәрін ұтқан, шапқан бие, бірақ балалары нашар болуы мүмкін. Оның да бағасы, балалардың бағасы түсіп кетеді. Сондықтан бұл өзі енді әркім өзінің бағына қарай сатып алады. Біз шешесіне қараймыз бәрін. Кез келген жылқының шешесіне қараймыз. 80% шешесі береді деп есептеймін. Ол шетелде де солай, біздің елімізде де солай қарайды. Қазір
көз ашық азаматтар. Сонда бізде мықты айғыр жоқ па? Біздің елімізде өкінішке орай мықты айғырлар өте аз. Жоқ деген себебі. Ол мынандай ғой. Мықты айғырлар бәленбай $1 миллион тұрады. Иә. Жаңағы Эпсом дерби ұтқан ат, триумфальный арканы ұтқан ат, болмаса американский Breeders' Cup, американский Кентаки дерби ұтқан аттар бірнеше $1 миллион тұрады. Оны жай адамдар ала алмайды. Даже алғанның өзінде бір бақуатты кісі алса да, одан туған құлынды бұл жақта ондай ол ешқашан қайтарып шығармайды ақшасын. Ондай болу үшін бұл жерде тағы да жүлде қорына келіп тірелеміз. Жүлде қоры өте жоғары болу керек. Бір тұқымын алып, соны әрі қарай дамытып жіберу. Ол искусственный тұқым болмайды бізде. Тек қана айғыр мен биені шағылыстырғаннан кейін бар болады. Тоқтатқаннан кейін барып қана болады. Тәртібі сондай оның. Егер ондай болатын болса, бір мықты бие мен мықты айғырдың яйцеклеткасы мен сперматозоидын алып бірнеше биенің ішіне салып жіберсе, искусственный матка қылып. Шын әке шешесі ана екеуі да, бірақ 10 биеден сондай құлындар туып тұр. Онда тағы да әділдік болмайды деп есептейді. Мына дүние жүзіндегі жокей клуб оның бәріне запрет қойып тастады. Онда 10 биеден жаңа бір айғыр мен бір биенің құлын туады да, оның да бәрі, қалған аттардың бәрін қиратып тастайды. Ондай болмайды. Мықты айғырды қайдан табамыз? Мықты айғырды енді өте оңай бір жол бар енді. Оны мемлекеттің қатысуы болу керек. Мен ылғи айтам. Қай жағынан істеу керек? Мынау мысалы Японияда мықты айғырларды Япониядан мемлекет алып береді, сатып алады. Ең мықты айғыр, Кабирханның әкесі Японияда дедік қой. Иә. Мықты айғырды олар сатып алады да, сөйтіп өзінің еліндегі азаматтарға, міне биелерін тоқтатыңдар, ал істеңдер. Генофондқа жұмыс жасаңдар, еліміздің деп. Сондай халқын сүйетін адамдарда сондай болу керек та, сондай түсінік болу керек. Иә, әңгімемізді одан әрі жалғастырайық. Жалпы қазақтың өзінен шыққан Кәбірхандар бізде неге жоқ? Кәбірханның өзін айтып жатырмыз, оның әкесі американдық, шетелден алып келдік, дайнатып пайдаланып жеңіске жеттік деп жатырмыз. Иә. Бұл қалай? Менің енді бағанадан бері айтып жатқаным да сол ғой. Иә. Біздің негізгі мақсатымыз Қазақстан елінде, біздің елімізде ат өсірудің мәдениетін үйренсе елдер. Кәбірхан сияқты аттарды осы жерден өсірсек, шығарсақ, және олар шетелде өнер көрсете алатындай жағдайға келтірсек деген. Оған қанша уақыт керек? Оған көп уақыттың қажеті жоқ. Оған жақсы айғырлар мен жақсы биелер керек, және ат өсірудің мәдениетін үйренуіміз керек. Одан басқа ештеңенің қажеті жоқ. Жаңа бір сөзіңізде айттыңыз, Кәбірхан қазаққа жат емес, осы ипподромда жаттыққан деп. Қай жылдары? Осыдан 2 жыл бұрын, ол 1,5 жасында келді, 2 жасында. Ең алғашқы стартты осы Алматы ипподромында жасап, осы жерде бірнеше рет шауып жеңіске жеткен ат ол. Иә. Содан кейін келесі жылы 3 жасында ол Ресейде шапты. Негізі Алматы ипподромында бастаған. Алматы ипподромында. Жалпы мына жерге отырамыз осы жерге. Отырайық па? Көрейік ал. Отыра беріңіз. Арғы мен бер жағына шығайын. Мына жерге. Жақсы. Енді Кәбірхан туралы әңгіме шықты аға. Кеше Кәбірханның Дубайдағы жеңілісін көрдік. Қателеспесем 7-ші ме 8-ші болып мәре сызығын қиды. Оған қарағанда біздің Бауыржан 5-ші болып келді. Жалпы Кәбірханның сол жарыста қателігі қандай болды? Атта қателік болған жоқ шығар. Иә. Барлық нәрсе кез келген спортшы, кез келген оның ішінде жылқы да ылғи бір өте жоғары деңгейде ұстап тұру қиын формасын. Олай мүмкін де емес. Содан кейін оның өзі былтыр майдан бастап шапты, биылғы мартқа дейін шапты. Ұзақ болып кетті да арасында. Ылғи бір формада, ылғи қанша жерден мықты жүйрік ат болса да, ондай ұстап тұру қиын форма. Біріншіден. Екіншіден, қорап қалды дейді, қорап қалып қалды, ұсталып қалды. Енді ат онша дайын болмады, сөздің қысқасы. Ат онша дайын болмады. Әлі жас қой, принцип, 4 жасар ат. Ол жерде жасы үлкен аттар 6-7 жасқа 8 келгендер де бар ішінде. Бірінші келген ат 6 жасар ма, 7 жасар ат үлкен ат. Сондықтан болашағы алда ғой әлі. Біз бірінші келген аттың өзі 2-ақ рет старт берген екен. Осы өткен жылы 2-ақ старт болған. Оның алдында 2-ақ старт болған. Оның алдыңғы жылы вообще 1 жыл бойы шаппаған ат. Сонда қандай сақтаған сондай бәйге? Енді Кәбірхан өзінің бар несін беріп қойған ғой, шауып қойған.
сондықтан оны демалдырып бабына келтіріп мүмкін жаттықтырушыны ауыстырар, может жаңағы мықты жокей отырар. Жокейдің өзі де ондай мықты бәйгелерге түспеген жокей. Бауыржанды неге отырғызбаймыз? Ол енді келісіміне қарай. Ол жаттықтырушыға байланысты да. Қожайынына байланысты. Енді тура екі бәйгені сол жокеймен өтті да, енді үшінші бәйге Бауыржан отырғызған тағы да болмайды шығар. Қысқасы Кәбірханды жарысқа қойып, жүйрікті болдыртып алдық қой. Солай болған шығар деп ойлаймын. Сәл бабында болмады. Ат бабында болмады. Осы ипподромда өтетін... Оның өзі үлкен бақта бізге. Қазақстанның аты тұңғыш рет дүниежүзілік Дубай кубогына қатысқан ол бір үлкен жетістік біздің елімізге. Дубайға барып, группа 1 скачканы ұтқан, бірінші дәрежелі бәйгені ұтқанның өзі ол үлкен жетістік. Біз соған қатты қуандық. Осы Алматы ипподромында бастаған ат. Соған енді көп біздің отандастардың кішкене рухы көтеріліп қалды да, осы жерде ат ұстауға болады екен ғой, және шетелде шабуға болады екен ғой деп. Соған өзі болашақта бір планымыз бар, жоспарымыз бар. Бұрын соңды болмаған Қазақстанда Қазақстанның ұлттық құрамасын, осы таяу шығыстағы елдер бар, Бахрейн, Оман деген. Ол жақта енді Дубайдағыдай өте үлкен бәсекелестік жоқ, бәсекелестік төмендеу. Сол жаққа барып аттарымыз бағын сынаса. Ол жақтың жүлде қоры да жоғары. Мынау өткенде байқадыңыздар ма? Дубайға барған кезде Japan Racing Club деп шықты. Болмаса қазір дүниежүзінде Қытайларда қазір қаптап жатыр. China Racing Club деген бар. Бізде қазақ жокей клуб деп шығарсақ, оның жаңағы бір адамға атты ары бері тасу өзі оңайға соқпайды, қымбат болады. Егер бәріміз бірігіп көтерсек ол нәрсені, бәріміз Қазақстанның жалпы құрамасын жан-жаққа шығарсақ деген арманымыз бар, ойымыз бар. Оны да қазір әртүрлі ұсыныстар беріп жатырмыз. Осы 1 мамырда осы ипподромда бәйге басталады дедіңіз. Соған Кәбірханды қатыстырсақ, Бауыржан келсе, бір атпен шапса туған жерінде, бұл спортқа деген қызығушылықты оятар еді ғой. Енді Кәбірхан бұл жерге шаппайды бұл бәйге. Неге? Әкелмейміз? Бұл ипподромға шаппайды. Сай келмей ме? Сай келмейді емес, оның деңгейі өте жоғары. Оған шақ келетін ат жоқ қазір бұл жерде. Себебі бұл жерде 1 майда енді бастайын деп жатыр. Ол тем более ол демалысқа кетті қазір. Екіншіден, Бауыржан бір кездер келіп шауып көрсетіп кеткен осы жерде өнер. Бір отпускқа келген кезде бір атқа шауып осы жерде қалай шабу керек екенін көрсетіп кеткен. Ол әркімнің өзінің несі бар ғой, жаңағы расписаниесі бар ғой, кестесі да. Ол қай уақытта келіп қала ма, келмей қала ма, оның уақыты өте тығыз Бауыржанның. Кәбірханнан ұрпақ алып қалсақшы. Бұл жақсы тема. Егер біздің мемлекетіміз ол ұлттық жаңағы достояние дейді ғой, ұлттық достояние мемлекетіміздің деп Кәбірханды осы жерге айғырлыққа қойып елдің бәріне мүмкіншілік беретін болса, әрине біраз туып қалуы мүмкін. Онда 100% ешкім айтпайды, Кәбірхан барлық жүріп береді деп. Себебі жаңа алдында айтып кеттім ғой, айғырдың 2 карьерасы бар. Ол дорожкадағы карьера, одан кейін айғыр болған кездегі. Бие де тура сондай. Сондықтан ол әлі белгісіз. Ол жақсы тұқым беретін айғыр ма, жоқ? Әлі бермейді. Оны уақыт көрсетеді. Бірақ тұқым алып қалуымызға болады. Әрине, Қазақстандікі болған кейін алуға болады. Енді Қазақстанға келмейді деп тұрсыз ғой Кәбірхан. Енді жарыс, бәйгенің карьерасы бітпейінше ол келмейді. Жарыс бітпейінше ол әлі түрлі бәйге түсу керек. 4 жаста жап-жас ол. 5 жасқа дейін шабалады? 7-8-ге дейін шабалады. Енді ол оқыстан Құдай сақтасын дейміз ғой. Әр нәрсе болады ғой. Аяқтан қалады, болмаса басқа бір ауру болып қалады. Болмаса бабына келмей қояды. Кейбір ұзақ шапқан аттар. Оның түрлі критерийлері бар. Енді бір атты баптау үшін, осындай аламан бәйгелерге қосу үшін қанша қаражат керек? Енді Алматы ипподромында мен өзім білетінім. Бұл жерде өте арзан деп айтсақ болады. Шетелде өте қымбат. Дубайдың өзінде бір $2,5 мың айына төлеп тұру керек.
тренер бар, тұрған жері бар, басқасы бар, жемі бар, шөбі бар, қымбат өте ештеңе өспейді. Европада 1000 евромен 1200-1500 евроға дейін барады. Оның бер жағында Турцияда 800 евро, 1000 евро. Біздің елімізде тренерге бересіз $100, 45 мың теңге, 50 мың теңге. Конюх алады бір 30 мың теңге, астын тазалайтын бала. Мен бір аттың төңірегінде айтып отырмын. Жемі шөбі бар, тағы да бір 50 мың теңге кетеді. Сонда 150 мың теңге примерно бұл жерде солай шығады. 150 мың теңге ұстауға болады Алматы ипподромында. Одан да может қымбат болуы мүмкін. Түрлі жаңа витаминдер беріп, басқа одан қымбат тренер жалдасаңыз. Атты баптау керек, ол витамин ішу керек, құнарлы жем жеу керек, жемі шөбі бәрі таза болу керек. Ол бір үлкен ғылым да. Оны тағы да артық беруге де болмайды, тамағын кем беруге де болмайды. Жұмысты да уақытысымен тура режиммен бермесе, таңғы сағат 6-та 7-те тұрып, жаңағы су ішкеннен кейін бір 40 минуттан кейін дорожкаға шығып жатады барлығы. Егер ол ертесіне ондай уақыт емес, 1 сағатқа кешігіп шықса, ат бұзылып кетеді. Ол сондай нәрсе, режим деген нәрсе. Тәртіп. Режим, тәртіп, иә. Ат та тура сондай. Аттың режимін бұзуға болмайды. Бәр нәрсе уақытысымен жасалу керек. Оның арасында жаңа вакцинациясы бар, әртүрлі. Қазір біздің елімізде бір үлкен, менің жаңа көтеріп жүрген мәселемнің өзі. 7 ауру бар. Сап дейміз, инан дейді, лептоспироз дейді, аттың гриппі бар, вирусный артрит деген ауру бар. Осы 7 аурудың бізде елімізде негізі лаборатория бар, бірақ 7-інің бәрін бірдей алмайды, тексермейді. Ол да бізге бір үлкен кедергі. Қазақстанның аттарын шетелге барып шығару үшін соның бәрінен бірінші өту керек. Біз амал жоғына көрші Ресейге барып соны тапсырамыз, анализін. Ол да жаңағы есте жүретін нәрсе да, мемлекеттің тарапынан. Ол бір қиын ештемес жоқ, оның бір реагенттері алыну керек та, өзіміздің елімізде 7 ауруды таза ма, таза емес пе, ауру бар ма, жоқ, анықтап бере жасайтын нәрсе. Зертхана керек. Зертхана керек, иә. Зертхана өзімізде болу керек. Тағы қандай? Қандай тағы проблема бар? Бізде проблема енді халықтың арасындағы проблема ол паспортизация дедім ғой жаңа айттым, иә. Ал енді өзіміздің арамыздағы проблема жақсы ипподром мен жақсы жүлде қоры. Содан кейін атты транспортировка жасау. Иә, тасымалдау. Ұшақпен тасымалдау, иә. Ол болмаса, ол да қиын. Тасымалдан қандай проблема бар? Тасымалдауда біздің елімізде ұшақпен басқа елге атты апара алмаймыз. Ондай ұшақ жоқ біздің елімізде. Грузовой ұшақ. Қалай тасымалдайды? Амал жоқ, Ресейге барып, Ресейден жалдап, сонымен ұшып кетеді. Бұл бағасы қымбат па тасымалдың? Ол қымбатты, иә. Ресейдің өзіне апарудың өзі $1,5-2 мың бар. Одан Дубайға апару үшін $11,000-12,000 болады. Бір атты апару. Кәбір ханның да Қазақстанға қайтпайтын содан әзірге. Бостан-босқа қайтпайды ғой енді. Шығын. Енді қайтара ма, ол егесіне байланысты. Қандай шешімге келеді? Мыналар мына аламанның аттары дайындалып жатқандар, жабуымен. Бұл өзі сонда ерекшеліктері бар да. Ұлттық бәйгеде барлығы жабуымен терді көп алады. Мынау классикалық бәйгеде көбінесе жабусыз. Ілуде ғана бір қатты ет көтеріліп кеткен кезде ғана жабуымен оларда шығады. Тері алады сөйтіп. Сондай нәрселер бұл жерде. Енді қазақ жокей клубының алдағы 1 мамырда басталатын бәйгелері бар. Одан кейінгі жоспарлары қандай? Жыл бойына. Одан кейінгі жоспарлар, сол жаңағы айтқан жокейлер мектебін ашу. Иә. Халықаралық жокей клуб қоғамына кіру. Одан кейін мына ипподромды тәртіпке келтіру. Аттың санын көбейту осы жерде. Ат өсірушілерді қызықтыру. Ат сатып алып бәйге қосушыларды үйрету. Содан кейін жалпы біздің жаттықтырушылар мен шабандоздардың, жокейлердің біліктілігін арттыру. Ылғи осы бағытта жұмыс істеуіміз қажет. Бұл енді бер жағы. Одан кейін жаңа айттым ғой, жаңағы зертхана. Болашақта жаңа Қазақстан ұлттық құрамасын дайындау, шетелдік жарыстарға, додаларға салу.
жалпы осы мәселелер енді. Жақсы. Оның барлығы оңайға соғып тұрған жоқ. Иә. Барлығы да. Енді ұлттық қауымдастық бізге көмектесіп жатыр енді. Былтыр да көмектескен, биыл да көмектесеміз деп жатыр. Одан басқа жаңағы әртүрлі демеушілеріміз бар. Оның ішінде Американың аукционы Кинленд деген, Англияның аукционы Татарсал деген, Германияның BBA деген аукциондары біздің осы демеушілеріміз осы жерде ылғи. Одан басқа отандық компанияларда қазір енді ықылас білдіріп жатыр, көреміз қалай болады екен. Мен айтамын, бәріне де қазақ болғаннан кейін бәріміз атқа жақынбыз. Иә. Мынау қалада өскен жігіттер келеді осы жерге. Сөйтіп атқа қорқады, жақындауға, баруға қорқады алғашқыда. Соң бір күн қарасаңыз аты сипалап жүреді қасында. Бір күн қарасаңыз мына кругта шауып жүреді атпен. Соң енді бір-екі жылдан кейін қарасаңыз жаңағы ат алып, ат дайындап осы жерге ат қосып жүреді. Соң мен сұраймын да, сендер қалай атқа тегі жоқ едіңдер ғой, қалай келіп қалдыңдар деп. Аға, білмейміз дейді, қанымызда ғой дейді. Қазақтың қанында бар нәрсе. Сондықтан ол ер жігіт қызыққан нәрсесіне алмай қоймайды бәрібір. Өзінің жақтырған, жақсы көретін нәрсесін алмай қоймайды, жетпей қоймайды. Бұл ат та сондай нәрсе ғой, қазақтың қанындағы бар нәрсе. Біздің барлық салада, барлық өмірімізде барлық нәрсе біздің атпен байланысты. Мақал мәтелдеріміз де жаңағы біреуге теңесек, жаңағы жүйрік атқа, сондай неге жылқымен байланысты да өміріміз. Қазақтың өмірі сонымен байланысты. Сондықтан біз содан қол үзбеуіміз керек, тамырымыздан. Шама келгенше бәрімізде осы ат өнерін дамытып, ұстап, оны бүкіл дүние жүзіне паш етуіміз керек қой, сөздің қысқасы. Жақсы, рахмет. Сәйгүліктеріңіз мәре сызығын бірінші қиып, шашасына шаң жұқтыртпасын. Айтсын, рахмет. Осының барлық қазақстандықтарға тілейміз. Бұл ұлттық спорт қауымдастығының YouTube арнасы. Арнамызға тіркеліңіздер және қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Және бір өтініш, осы сұхбатты аяғына дейін тыңдаңыздар, пікір жазыңыздар, лайк басыңыздар және дәл осы сұхбатты міндетті түрде барлық жерге таратыңыздар. Сау болыңыздар.